елімізде осы барлық жерде негізі мәміле қазақ тілінде жүрсе дейміз. Негізі бұл мәселені ең көп ұстанатын негізі біздің мүфтият та. Өзі құжаты 100% қазақша жүреді, жалпы уағыздардың барлығы қазақша деген сияқты. Басқа ешқандай мекемеде бұл нәрсені кездестіре алмайсыз. Тіпті мемлекеттік мекемеде де сол үшін де бұл жағынан планды мүфтият артығымен орындап жатыр деуге болады. Ол принципті ұмытпай, соны ұстана отыра, екінші әлгі жамағатқа дұрыс мәліметті жеткізу деген мәселені де ойда назарда ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы кез келген азамат қазақ тілін білуге тиіс. Қазақстан азаматы ол біздің азаматтық ұстанымымыз. Аралас қоғамда, мысалы, қазағы бар, орысы бар, басқасы бар. Ондай жерлерде бізде уағыз қазақ тілінде жүргізіледі. Ал бірақ, мысалы, тек қана бір ұлттан тұратын кейбір өңірлерде басқа ұлт өкілі болса да, мысалы, қазақ тілін білмесе де, өзін дінін үйренуге тиіс қой. Мүфтият не айтып жатыр? Мүфтияттың ұстанымы қандай? Сол мәселені қысқаша болса да оларға әйтеуір жолын тауып, мүмкін болмаса, мысалы, жұмадан кейін жамағат, мысалы, қалыңыздар, қазір жұмада айтылған мәселені біз қосымша мынандай тілде түсіндіріп сіздерге жеткізіп береміз деген сондай бір жолын қарастыру керек пе? Уағыздан мақсат енді сол дұрыс пікірді, ұстанымды, діни құндылықтарды жамағатқа жеткізу ғой. Жамағатты біз ақпараттандырмасақ, онда оларды басқа тараптар ақпараттандырады.